мемлекеттен бөлетін қайтарымсыз грант. Былтырғы 2 жылдың статистикасын салыстырсақ, былтыр 190 миллион бөлінген екен бір Алматы қаласына. Кәсіпкер болам десең, саған бүткіл мүмкіндікті беріп қойды. Міндетті түрде сізде бизнес жоспар болу керек. Жалпы халықтың сауатсыздығы жоғары. 1 жасар балаға 100 мың теңге ақша қолына бересіз бе? Әрине бермейсің. Әрине бермейсің. Сен потому что білесің, что 1 жастағы бала оның не екенін түсінбейді. Поверьте, грант та сондай. Кедей саналы адам не ойланады? Потребительский ойланады ол. Мен алып қалсам, кредитімді жауып қалсам, ақыры беріп жатыр ғой мемлекет қайтарымсыз. Шетелден тартуға бола ма? Иә, шетелден де грант тартуға болады. Ең алғашқы грантым осы $1 миллион тарттым. Грантты ұтам деген мақсат миссия қойдың ба? Иә, может, 1 ұтпассың, 2 ұтпассың, ұтасың түбінде. Сәлем баршаңызға, Трендтегі бизнес YouTube каналына қош келдіңіздер. Мен Бану Әблес. Бүгінгі бізде кезекті түсірілім мемлекеттен бөлетін қайтарымсыз грант жайлы болмақ. Бүгінгі қонағымыз бізде Айбара ханым. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңізді қысқаша таныстыра кетсеңіз. Ассалауму алейкум, құрметті оқырмандар. Менің есімім Айбара Ғазиз. Негізі өзімді соңғы кезде JR менеджер, яғни взаимодействие с государственной властью, сондай менеджер деп өзімді қалыптастырып жүрмін. Өйткені 185 миллион аз ақша емес, мемлекеттен қайтарымсыз қаржы тартқан жайымыз бар. Сонымен қатар не только мемлекет, яғни жалғыз біздің Қазақстан республикасы емес, сонымен қатар шет елдің де гранттарын тартып жүрген эксперттің бірімін. Шетелден тартуға бола ма? Иә, шетелден де грант тартуға болады. Ең алғашқы грантым осы $1 миллион тарттым. Апрель айында болды осы жылы. Шын айтқанда өте неожиданно болды. Неожиданно болып, негізі 3 ай дайындалдық, бірақ ұтамыз деп ойлаған жоқпыз расында. Бірақ енді ұттық, иншалла. Ол Қазақстан өзінен бөліне ма сол гранттар негізі? Жоқ. Шетелдің гранттары деген басқа гранттар. Мысалы, Силиконовая долина деген естіп педіңіздер, Американың гранттары бар. БРР-дің гранты бар. 80 мың евроға дейін қайтарымсыз әйел кәсіпкерлерге берілетін гранттар бар. Мысалға. Мүмкіншіліктер көп қой. Мүмкіншілік өте көп жасайым деген адамға. Негізі былай деп айтар едім мен, бәріміз бір соғыс алаңындамыз негізі. Баяғы заманда найза алып, алдыға шауып, сондай соғыс, мамонт қуалап жүрген соғыс болатын болса, бұл заманның соғысы нарық. Нарық, конкуренция, клиент үшін талас, былайша өзіңнің товарыңды, өзіңнің услугаңды сату мүмкіндігі қарап тұрсаңыз. Сізге ақшаны қай уақытта төлейді, қай уақытта сіз сатып білесіз. Құр сатып емес, сатқанда да экологично сатудың мүмкіндіктерін жасау керек, Вот осы нәрсе. Ал мемлекеттен берілетін қайтарымсыз гранттың бірнеше түрі бар. Жалпы Қазақстанның республикасының, біздің еліміздің аясында 13 гранттың түрі бар, қайтарымсыз. Оның ішінде тек әйелдерге берілетіні бар, сусын категорияға берілетіні бар, жоқ жалпы жаңағы субсидияға берілетін, ауыл шаруашылық, IT саласы, қай жағына қарай сізде приоритетный сектор, сол жағына қарай жұмыс жасасаңыз, сіз өзіңізге керек гранттарды тартып аласыз. 13-нің бәріне қатыспасаңыз да, кем дегенде 9-ына қатыса аласыз, мүмкіндігіңіз бар ондай нәрсеге. Мен өз басым 4 гранттың иегерімін. Расында мені осы мемлекет көтерді, шынын айтқанда. Менде мүлде ақша болған емес, когда өзім жаңа бастағанда. Мемлекеттік гранттарды қолдана білген адам кішкентай бір 2 қолға бір күрек жасап, бизнес жасауға мүмкіндігі бар. Бизнес деген кезде бізде енді ойда қандай картинка мысалға? Қалай ойлайсыз? Бизнес дегенде басыңызға не келді? Бизнес дегенде енді бір орын алып, көбінде біздің түсінігіміз сондай, офлайн түрде ашу, халыққа ұсыну, мысалға азық-түлік болсын, ет өнімдері, тігін саласы болады. Офлайн түрде ашу ғой негізі. Бизнес деген нәрсе, значит, көзбен көретін, қолмен ұстайтын, живой ақша келетін, әрекет алып берісі бар, дүние болып біздің көзімізге елестейді. Негізі басында ешкім бірден бизнеске келмейді. Адамның ой санасы 4-ке бөлінеді. Яғни найм мышление дейді, бұл тиянақталған ой түйсік, яғни біреуге жалданып жұмыс жасау, найм мышление. Одан кейін барып фрилансер, не предпринимательское мышление дейді. Фрилансер өзін-өзін жалдаған. Жұмыстан шығады, өзін-өзін жалдаған. Мысалға сіз екеуміз қазір сондаймыз. Тәуелсіз. Тәуелсіз, өзіміз жалдап алып, жұмыс жасап жүрген адамдарымыз біз. Енді осыдан кейін бизнес мышление болады. Бизнес мышленияға өту бірден болмайды. Бизнес мышление деген сен өзіңнің 24 сағатыңа жұмыс уақытың 8 жұмыс уақытыңды, тағы да мысалы 10 адамды алсаң 8 сағаттан, біреудің 80 сағатын сатып алу мүмкіндігі. Бұл бизнес мышление деп аталынады. Яғни біреуге ақша төлейтін состояние.
түсіндіңіз ба? бере білетін. Біреуге ақша төлейтін состояние. Енді осы жерде төртінші мышление шығады ғой, инвестор деген. Ол өзінің ақшасын сақтайтын мышление. Ол ешкімге ақша бергісі келмейді, өзінің ақшасын басқа бизнестерге салу арқылы ақшасын негізгі несін бөлігін сақтап қалу мүмкіндігін қарастыратын адамды инвестор мышление. Адамның миы осылайша 4 уровеньге бөлінеді, білесіздер ме? Жалпы негізі мемлекеттен берілетін қайтарымсыз ақшаны алуға да адамның миы дайын болу керек. Неге ұтпаймыз? Осы орайда айта кетейін, біздің каналымыз негізі трендтегі бизнес каналы. Енді бизнес канал ғой, біз түрлі жаңа проектілер шығарып жатамыз. Өндіріс болсын, сату болсын, жалпы неше түрлі проектілер. Соның бәрі айтады да, мысалға кейбір кісілерде бизнес бастау үшін бәрібір де қаражат керек деп. Туыс туғаннан сұрағанда ыңғайсыз, қазіргі заманда мысалы кредит алғанның өзінде оның өсімі бар деген сияқты. Не үшін мемлекеттің дайын беріп тұрған ақшасын қолданбасқа? Сол үшін арнайы бүгін Айбара ханымды шақырып отырмыз. Айбара ханым, негізгі сұрақ осы, жалпы процестер қалай жүреді? Негізі мемлекет қалай ақша береді? Бір жағынан енді сенімсіздік туындайды да, ол не деген батпан құйрық дейді, мемлекет шынымен бере берем ақшаны деп. Жақсы, мен бүгін кеше түнде бір статистиканы қарап шықтым. Мысалға былтыр Алматы қаласының өзінің кәсіпкерлік ұйымы, Алматы қаласына жергілікті бюджет бөледі ғой ақшаны. Бюджеттен ақша бөлінеді, бірақ жергілікті бюджет өзінің өңірінде, мысалы Алматы қаласында кәсіпкерлердің саны көбейсе, налогтың саны көбейеді. Это оправданный процесс. То есть здесь андай бір сверхъестественно ондай ештеңе жоқ, ол батпан құйрық деп жай халықтан, білесіз ба, тобыр мышление деген бар. Бұл тоже топтық мышление. Бізде қазір көп эксперттердің айтатыны, ой, бедное мышление, богатое мышление, әбден шаршатты бізді. Біз бәріміз уже психолог болып біттік. Ана Роза Коуштың айтатындай бар негізінше, мысалға. Қойыңдаршы, айналайын, әйелдерді оқытып біттіңдер ғой, еркектерді оқытыңдаршы деген әңгіме бар ғой, мысалы. Рас осы әңгіме ше. Қараңыздар. Бірақ, білесіздер ма, любой нәрсенің артында біреу айтып жатыр ғой, сізге айтып жатыр. Ойланыңызшы, вдумайтесь, прям вдумайтесь, отырып жазыңызшы. Неге айтып жатыр осының бәрін? Бар нәрсе ғой. Значит, кедей саналы ойлы адамдар, бай саналы ойлы адамдар деп айтып жатады, мысалға. Кедей саналы адам не ойланады? Потребительский ойланады ол. Мен алып қалсам, кредитімді жауып қалсам, ақыры беріп жатыр ғой мемлекет, қайтарымсыз. Іздеу, біліңіздер, судың да сұрауы бар. Бәрі үшін сұраламыз. Бұл жақты қоя бер. Ана жақта каждый тапқан копейкаңа сұраласың ертең. Сол күнді ойлаймын, бәріміз мұсылманбыз ғой иншалла. Енді не нәрсенің ақиқатын ақиқат деп бөлейікші осы нәрседе. Қараңыздар, егер де сізге мемлекет қайтарымсыз ақша берсе, сіз бірдеңе бір әрекет етуіңіз керек оған. Қалай аласыз сіз ол ақшаны? Қараңыздар, сіз процесс қалай жүреді? Осы жерден бастаймыз. Любой затты алу үшін мен бірдеңе беруім керек. Алыс беріс процесі жүру керек. Егер де баланс болмайтын болса, ештеңе де болмайды. То есть мынандай да, вибрация деп айтады ғой. Бір нәрсе дірілдемейінше екінші нәрсені қасына шақырмайды, тартылыс күші болмайды ол нәрседе. Мемлекеттен қайтарымсыз мысалға 5 миллион Алматы қаласының өзіне былтырғы 2 жылдың статистикасын салыстырсақ, былтыр 190 миллион бөлінген екен бір Алматы қаласына. Биыл 545 миллион бөлінген. Ойлаңызшы, бюджет қандай. Вот жаңағы батпан құйрық резиновый ақша ма бұл келіп жатқан? Қалай ойлайсыздар? Демек, былтырғы 190 миллион жақсы игерілген ғой. Түсінесіз ба? Былтырғы 190 миллион, конечно, былтырғы 190 миллион жақсы налогпен выхлоп беріп тұр. Что биыл бізге 545 миллион. Білесіз ба, ақша салмайды проект, грант бұл тоже проект. Ақша әкелмейтін нәрсеге ақша салудың қажеті жоқ. Ақша бермейтін проектіге ақша берудің қажеті жоқ деген нәрсе бар, түсінесіз ба? Раз уж 190 миллион жақсы айланып выхлоп бергендіктен біздің қалалық бюджет тағы 545 миллион биыл бөлді. Бас іскеннен бөлді ма 545 миллионды? Қалай ойлайсыз? Құр әшейін тарата бере ма? Қалай ол? Даму адамға кәсіптендіру керек халық. Әрине, былтырғы 190 миллион мықты кәсіпкерлерді шығарған болып тұр ғой. Сол 190 миллионды алған кәсіпкерлер 5 миллионнан бөліп алды ғой қанша кәсіпкер. Сол кәсіпкерлер жұмысты дөңгелеткен болып тұр. Қаншама адамға жұмысты берген болып тұр. Жаңа жұмыс орындары ашылып, налогтың төленгені болды. Оправданная ситуация. Понимаете? Знаете, сверхъестественно ештеңе жоқ. Все цифры. Бизнес это цифры. Сана бірге бірді қоссаң екі деген сияқты ақиқат фактімен сөйлеп үйренеді. Сосын мынандай да бір түсініктер қалыптасады да, мысалға грантқа тапсыру ол қиын дейді. Міндетті жаңа ағасы болу керек, көкесі болу керек, соларды тездетеді деп айтып жатады. Соған қалай қарайсыз? Дұрыс айтады, бала туу да қиын, білесіз ба? Бірақ баланы жасау оңай, кайфпен жасайды. Туу қиын да.
вот сол сияқты бизнесте де солай, білесіз ба? Мен мысалға өз басым 5 баланың анасымын мен түсінемін бұл нәрсенің не екенін. Бизнесте жүргеніме міне 7-ші жылға кетті. Мен үлкен ұстаздарда оқимын и понимаю, что это такое, когда цифры к цифрам. Коррупция деген нәрсе кеше ғана бір тиктокта жүр ғой, бір ненің депутаттың айтқаны, коррупцияны алуға болмайды. Керек ол бізге деді ғой. Қатырды бізді. Айбек мырза, мен сізбен келіспеймін. Коррупцияны елімізде толығымен жою дегеніңізге, толығымен жоюға болмайды. Коррупция былайынша келгенде оны мойындау керек, біздің елімізде әзірге керек нәрсе. Себебі иә, енді қараңыздар, жаңа Қазақстан деп бәріміз енді ат-тонымызды алып жүгіріп жүрміз ғой, енді жаңа Қазақстан деп. Шынымды айтсам, мен өз басым пара деген нәрсеге қарсымын. Процент деген нәрсеге қарсымын. Кредит алу и кредит алуға өзім шынымды айтсам қаржылай сауаттылық үйретем. Вообще кредиттің бетін ашып тұрып үйретем мен. Кәдімгідей аннуитетная система, равноправная система, банктың бүткіл шек-қарын ақтарамын кәдімгідей. Өзімнің жеке сабақтарымда үйретем мен сол нәрсені. Қараңыздар. Процент өсім жүйе деген нәрсе, бұның барлығы біздің заманымызда ақиқат нәрсе, бар нәрсе бұл. 2% бен 21%, екінші уровендегі банктер 21%-ға дейін мысалға кредитовать етеді, смотря сіз на что. Но біздің мемлекет тағы да бір жеңілдетілген түрі бар. Жеңілдетілген несие деген түрі бар, да, мысалға. Әсіресе үлкен мал шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, үлкен өндіріспен айналысатын болсаңыз, почему бы и нет? Можно, да, вот как-то бизнеске, то есть бизнеске арзан ақша тарту мүмкіндігі бұл дұрыс нәрсе. Егер сіз бизнесмен болсаңыз, егер сіздің мышлениеңіз бизнес болса, жоқ әлде сіз фрилансер өзіңіз жаңадан екі қолға бір күрек іздеп жүрген бірінші грантты ұтып алайын деген болсаңыз, онда грантқа барыңыз дегім келеді. Неге? Өйткені қайтарымсыз ақша біріншіден, ешқандай өсім ештеңесі жоқ, отчетін дұрыс жабыңыз, заңды жұмыс жасаңыз, заң жүзінде адамды еңбек кезетке тіркеу арқылы өзіңізге жұмысшы алыңыз, ол жұмысшыны да субсидировать етіңіз, мемлекет төлейді зарплатасын. До такой степени кәсіпкер болам десең, саған бүткіл мүмкіндікті беріп қойды. Мысалға жай ғана бір грантты разбирать етіп берейін, мысалы, чтобы түсінікті болу үшін сіздің оқырмандарыңызға. Мысалға 5 миллион гранты. Қазіргі таңда 5 миллион гранты бірінің үстіне бір ашылып жатыр, жылдың соңы келіп қалды. Әлі Алматы облысы бар, Жетісу облысы бар, әлі ашылатын, Шымкент бар, Түркістан бар, әлі ашылмаған бірнешеу бар. Алматы қаласында екінші поток ашылады деген ниет бар қазір, үміт бар. Енді қараңыздар, ақша бөлінді делік, конкурс жарияланды дедік. Сіздің өңіріңізде, мысалы Алматы қаласында конкурс жарияланды, не істейсіз? Міндетті түрде сізде бизнес жоспар болу керек. Егер де сіздің басыңызда, мысалы, жаңағы тігін цехын ашу сіздің миыңызда болатын болса, біліңіз, ол тек қана сіздің ойыңыз. Ол нәрсені мен өзімнің басымдағы ойымды сізге Bluetooth сияқты сізге жібере алмаймын ғой, ондай нәрсе жоқ, мысалға да. Ол үшін мен сізге не істеуім керек? Жазуым керек. Қағазға жазып, жаным міне қара деп түсіндіруім керек мен сізге. Мен осылай болса, мен осындай нәрсе жасаймын деген сияқты, мысалға. Енді бизнес жоспар деп аталынады. Бірақ біздің халықтың түсінігінде Аллахым бар ғой, енді сауатсыздықтың көптігінен өкінішке орай шындық осы. Как бы больно это не было, это шындық. Әйел адамдардың, жалпы халықтың сауатсыздығы жоғары белең алып тұрған уақыт қазіргі таңда. Бизнес жоспар десе, бизнес жоспар тек қана грантқа ғана жазылады деп ойлайды. Білесіздер ме, жалпы жоспар керек өмірде. Қайға баратқанын білу керек қой. Мысалға, Яндекс такси заказ берсең, примерно Розыбакиева, Жарокова десең, қайға барады сені Яндекс? Точный адрес жаз деп айтады ол. А Розыбакиева 143 А дроп 2 десең, тура сол жерге алып барады, дұрыс па? Сол сияқты адам конкретно өзінің тугисін білу керек, қайға баратқанын. Жоспарлау керек дейсіз. Иә, бизнес жоспар жазғанда сен өзің 5 миллион грантқа қатысып жатсаң, 1 миллион сұрап қатысасың ба, қалай болады? Дұрыс емес қой енді. Жүйеге сәйкес келу керек қой негізі. Әрине, не нәрсені қалай айтады? Бастағы ой, ауыздағы сөз, қолмен істелетін әрекет бір жерден шыққан кезде цельға жетеміз. Мен всегда айтам, садаққа 3 жебені салып тартсаң, 3 жебең 3 жаққа шат. Бір садаққа 1 жебе салып тарт. Нақты мақсатқа жетеді. Тура жетесің. Тисе терекке, тимесе бұтаққа бізде. Ұтса, ұтты, ұтпаса, әйтеуір ұтпаса да қатса береді. Мен айтам, сен ішіңнен уже жеңіліп тұрсың. Сен ішіңнен психологически уже жеңіліп тұрсың. Сен бизнес жоспарыңды жаз. Финансовый моделіңді жаса. 3 жылға жаса дейма, 5 жылға жаса. Артық қып жасап апар. Маркетинговый планыңды жаса. Қандай сату нәрселерін қолданасың сен? 40-тан аса продажаның түрі бар. Қаншауын қолданасың? Ең құрығанда 6-7-уін қолдан. OLX-пен сатасың ба, Target-пен сатасың ба, немен сатасың, сатпай сатасың ба? Неше түрлі сатудың мүмкіндігі бар ғой қазір. Офлайн сатасың ба, онлайн сатасың ба? Барлығы өзіңе байланысты. Бірақ соны жаз. Жазбасаң, ол сенің сөзің құр сөз.
түсінесіз бе? Құны жоқ құр сөз. Содан кейін алатын оборудованияларыңды жаз. 5 миллионға тиянақтап жаз. 1 миллион теңге өз қаражатыңды көрсетесің. Қазір сусын категория, үлкен категория бөлінбейді. Қандай болсын, көп балалы анасың ба, инвалид бала тәрбиелеп отырсың ба, разница жоқ. По-любому сен 1 миллион теңге софинансирование көрсетуің керек. Яғни мінекей менің 1 миллион теңгем бар, маған 5 миллион беріңдер, 6 миллионмен мен бизнес бастаймын деген нәтиже болу керек сізде. Түсіндіңіз ба? Мысалға, кешіңіз сөзіңіз аузыңызда, мына жерде кейбір кісі айтады, мысалы ақша ешнәрсе жоқ, менде командада жоқ, тек қана менде идея бар дейді. Сонымен қатысуға бола ма? Әрине, әрине. Қараңыздар, құр идея стадиясында қатысатын гранттың түрі көп. Жалпы болашақ стартап деген грант бар, 100 миллионға дейін беріледі, ойлаңызшы. Жай идеяның өзін. Құр идеямен. Болашақ старт, мысалы қараңыз, біреу айтады, ой менде ИП жоқ. Негізі вот отмазка көп қой, өзін ақтап алу мүмкіндігі көп адамдарда. Менің қолымнан келмейді, ой құрсын оны бүйту керек. Кеше ғана бір кісімен сөйлесіп жатырмын, бүйтін да, бөдене бизнесі күшті болып жатыр ғой, сол тез ақ көбейеді екен, жасашы десем, ой құрсын сасық болады олар дейді. Қараңыз, сонда оның тапқан ақшасы жақсы. Сонда бөдене сасық, бизнесі сасық. Білмеймін мен қалай ойланады. Сасық болса да жасар едім мен мысалға да мен өзім өсіре алмаймын ондай нәрсені. Қолымнан келмейді, мен басқа нәрсеге бейіммін, Содан кейін бізде қазақтарда мынандай нәрсе бар. Сенің рестораның бар екен, мен де ресторан ашайын дейді. Бірақ ода ресторан адамдарменен жұмыс жасайтын қабілеті жоқ та ол кісінің. Түсінесіз ба? Бізде сондай еліктеуге қатты не да? Сен точно өзің білуің керексің немен айналысатыныңды. Сен қолыңнан не келетінін сен өзің білуің керексің. Идея стадиясында любой грантқа қатысуға болады. Идеяны бірінші қараңыз, адамның өмірінде жалпы бизнес любой зат 3 жағдайда келеді. Біріншісі ол баста ойда, жаңағы идея болады. Екіншісі ол қағазда болады. Бизнес жоспар жазылу керек міндетті түрде. Үшіншісі ол реально өмірде келеді, шындықта келеді. Түсінесіз бе? Менің көп әйелдерге бүйтетінім, сенің шынайы өмірің, қазіргі реалистичный өмірің, ол сенің ойлап тұрған нәрсеңнен де шынайы деп айтамын. Потому что бізде адамдар как будто бір, білмеймін әйтеуір, біреудің өмірі, бір киноның өмірінде өмір сүріп жүргенде өмір сүреді. Түсінесіз бе? Как будто өзінің өмірі емес сияқты, толыққанды жауапкершілігі жоқ. Бизнес жоспарды да тәп-ляп жаза салады ғой былай. Әйтеуір бір қағаз болса болды, анаған жүктейтін сайтқа. Содан кейін ұтпай қалса, неге мен ұтпай қалдым дейді. 70 балдық критерий бар. Ол жердегі отырған адам, комиссия мүшелерінде отырған адам, олар да бір жай адамдар емес қой. Олардың бәрі кәсіпкерлер, олардың бәрі қаншама бизнесті бастап, жауып, ашып, біраз нәрседен өткен адамдар, опыты бар адамдар. Кешіңіз, комиссия мүшелері атамекеней бола ма, жоқ әлде дамудан ба? Мемлекеттің адамдармен сол жерден жаңа сұрақтар туындайды көбінде. Қараңыздар, комиссия мүшелері былай көбісінде мынандай кішкене заблуждение бар. Жалпы комиссия мүшелері көп жағдайда ол атамекеннен де дамудан да болмайды. Көп жағдайда бейтарап болады ол кісілер. Әділ өтеді. Сайыс әділ өтеді. Көбісі былай дейді ғой, бізді сатып алған, бүйткен сөйткен, өзінің адамдарын кіргізіп қойған дейді. Давайте вот сондай бір мышлениядан құтылайықшы. Мысалы, Америка держава болды ғой. Қалай шықты солар? Американская мечта болды ғой оларда. Бүткіл халық болып сенді ғой бір арманға. Неужели біздің басымыз бір арманға бекілмей? Біз жеңеміз коррупцияны расымен. Коррупция жоқ деп мен айта алмаймын, бар. Бірақ жеңеміз біз оны. Егер де біз каждыйымыз жауапкершілікте болсақ сондай. Түсінесіз бе? Бермеймін мен саған, жаза бер штрафыңды деп тұрсаң. Қалай болады? Алмайды ол сенен. Бермеймін мен саған. Вот мысалы жолда сені машине тоқтатты, гаишник, болады ондай жағдай, не исключаем, сен нарушил, жестко нарушил қазір. Жолды. Мен саған штрафы, қазір мен саған жазатын болсам, лишенияға кетеді нең, праваң. Сол кезде біз өзіміз құртамыз ғой, аға келісейік та деп. Өзіміз құртамыз біз. Тұл грантта да сондай да, 500 мыңын берем, ұтқызып берші 5 миллион. Өзіміз құртамыз. А какая гарантия? Сен оны танымайсың. Ол қалай, ол жерде 9 адам комиссия мүшесі. Қалай бір комиссия мүшесі 9 адамның миына әсер ете алады? Қалай? Ондай мүмкіншілік аз дейсіз ғой негізі. Өте аз. Өтірік әңгіме былайша айтқанда. Лучше давайте честно. Мен өзім 4 рет қатысып, 4 рет құлап, 4-үсінде отқам мен бұл грантты. Құлап тастай береді. Соң 4-үсінде ашуланып кеткен ғой енді. Зуммен қорғап жатырмын. Тоже пандемиядан кейін мен осы отқан былтыр ғой. Былтыр ұттым ғой мен грантты, осы 5 миллионды. Сол кезде айтдым да, неғып маған сендер бермейсіңдер грантты дедім мен. Жасайын деп. Менің идеям күшті ғой дедім да. Сөйтсем бетіме ойбай, сіз бізбен ұрсайын деп тұрсыз. Мен жоқ, мен ұрыспайын дедім. Мен 3 рет қатысып жатырмын сіздерге дедім да.
мен уже бұл бизнесті уже сіздерсізді бастап жасап жатырмын уже, шынымды айтсам, берсеңдерші дедім. Содан берді ғой. Кішкене пысықтау болу керек. Иә, еті тірі болу керек негізі кез келген нәрседе. Жалпы әйелдерге арналған қандай нелер бар, гранттар бар осы таңда? Қазір енді жылдың соңында келе жатыр ғой. Осы кезден бастап осы мысалы каналды көргеннен кейін енді қатыссам деп ойлап отқандарға қандай дайын нелер бар ма қазіргі енді ұйымдастырып жатқан? Жақсы, негізі ше, осы сіз мені осы қонаққа шақырған кезде ешқандай екі ауыз сөзге келмей, шынымды айтсам, бірден шешім қабылдап мен иә дедім сізге. Өйткені мен әйел адамдарды өте жақсы көремін. Содан кейін мен андай нәрсеге сенбеймін. Былай дейді ғой, әйелдің жауы әйел деген нәрсе бар ғой. Иә, қазіргі таңда. Ой, бір трендовый сөз болды бұл ше. Мен сенбеймін бұл нәрсеге. Мен ойлаймын, әйелдің жанын әйел түсінеді. Әйелдің күйін әйел түсінеді. Түсінесіз бе? Біз екеуміз мысалға әйел бала туады. Әйелдің бойынан адам жарып шығады, иә? Ер адам сені ешқашан түсінбейді. Бірақ әйел адам түсінеді сені. Қандай состояниеда болғаныңды түсінеді ол адам. Түсінесіз бе? Сондықтан мен ойлаймын, әйелдің жанын әйел түсінеді, әйелдің жолында, әйелдің бизнесінде, әйелдің өсуінде, әйелдің дамуында әйел адам себепкер болу керек деп ойлаймын. Потому что біз көбінесе эмоционалды ұқсаймыз бір-бірімізге. Біз бір-бірімізді, біз сөйлеп бір-бірімізді түсіне аламыз, күліп түсіне аламыз. Түсінесіз бе? Көп жағдайда ер адамдардан айырмашылығымыз сол біздің. Содан кейін әйел адамдардың жасаған бизнесі тиянақты болады. Мен әйелдермен жұмыс жасаған жақсы көремін. Әйел партнерларым қазір менде осыған дейін прям 90% ер адам болған партнерларым. Содан кейін я вот переосмыслила. Вот Балхия Балтабаймен жұмыс жасадым, Мәрзия Бегдайдармен жұмыс жасадым. Соның арқасында қазіргі таңда менің миым өзгерді. Мен оказывается әйелдермен де бизнесті жынды жасап қояды кім оказывается. Иә, бір қалмаймын даже олардан. Соны ойладым да, вот әйел кәсіпкерлерге қандай грант? Мен бірінші айтатыным, әйел ханымдар, былай істеңіздер. Вот Алла қаласа жылдың соңы. Алла қаласа жылдың басы басталады, бізде январь. Давайте сразу бір жыл, яғни 12 айды жоспарлап үйренейікші. 12 айда, мен айттым, 12 түрлі грант бар деп. 12 грантқа қатысамын деп өзіңізге қазірден бастап мотивация беріңіз. Біліңіздер, любой старт ол мотивациядан басталады. Любой финиш, яғни жету нәтижеге, ол дисциплинадан басталады. Түсінесіз ба? Мотивация сізді финишке жеткізбейді. Сізді жеңіске жеткізетін дисциплина, самодисциплина. Ай сайын бір грантқа қатысам. Қойыңыз, 12 айда 12 грант ұтасыз. Шекеңіз шылқ ете ма? 12 миллион ұтып алсаңыз. Негізі шектеу жоқ қой, иә? Мысалға 500 мың теңге қатысқаннан кейін миллион ары қарата кете беруге бола ма? Шектеу жоқ. Шектеу бірақ жағдайда. Егер сіз 5 миллион грантын ұтып алып, қайтадан 5 миллион грантқа қатысам десеңіз, болмайды. Вот сол ғана шектеу. Бір грантты ұтқан жағдайда қайтадан ол грантқа қатыса алмайсыз. Ұтпай қалсаңыз, жеңілген күреске тоймайды деген бар, қатыса беріңіз. Вот так вот. Қараңыз, әйел кәсіпкер, ер адамдар қатыса алмайтын Coca-Cola белестерінің гранты бар. $2000 мен $4000, әсіресе Farmer School деген несі бар, соны оқып алып қатыссаңыздар жеңіл гранттың түрі. Ұтып алу мүмкіндігі жоғары. Мама предприниматель деген пилотный проекттің гранты бар. Көп адамдар айтпайды. Мен парақшамда мен де айтпаймын сонышы. Мен де айтайыншы осы соны. Сіздің арқаңызда қазір есіме түсіп отыр. Мама предприниматель менің ең алғашқы ұтқан грантым 500 мың теңге ұтып алғанмын мен содан. Пилотный проект конвертпен әкеліп берген маған грантпен ұтқан ақшамды. Қызық. Сондай грант бар. Раз. MV компаниясы ұйымдастырады. Сетевой маркетинг, MV деген бар ғой. Олар бірақ мемлекетке тәуелді емес. Жоқ. Қараңыздар, мемлекеттік гранттар бар, меценаттың гранттары бар, қоғамдық қордың гранттары бар, және пилотный проекттің гранттары. Гранттың түрі көп, өте көп. Сіздер бөлмеңіздер, бөліп жармаңыздар, бәріне қатыса беріңіздер. Бумага все стерпит. Құрсын документ жинай салғанда не тұр? Негізі мынандай ғой, бізде мысалға осы нәрсе көп насихатталмағандықтан біз грант өтіп кетті дегеннен кейін естіп жатамыз көбінесе. Алматы облысында мысалы бітіпті, Алматы қаласында грант бітіпті деген кезде. Сол енді негізі ойлаймын да алдын ала көп насихатталса, әйелдерде осы хабар болады, дайындалып отырады деген ғой. Сол үшін де жылдың басында дайындалыңыздар. Дайындалайық бәріміз. Андайда мен айтамын да, бітіп кетті десе. И чё деймін ше? Сөйтсем, қалайша деп шыж-бұз болады да. Мен айтамын, енді өтіп кетті, енді бітіп кетті. Осымен сіздің де өміріңіз бітіп қалды ма? Болды ма? Бітті ма осымен? Өлеміз бе енді? Келесі жылда өмір бар шығар, иә? Келесі жылға дайындалайық. Бизнес жоспар жазу дегенді бізде қараңызшы, кедей саналы адам асығады. Қайда асығасыздар? Асықпаңыздар. Бизнес жоспар жазу керек па? Жаз бизнес. Міне қазір, міне бисмиллах, мен сіздің де бір неңіз шығар, иә? Бір нәсіп шығар, иә? 15-ші қыркүйекте шетелдің гранты басталды, 10 миллион қайтарымсыз. Ешкім қатысып атқан жоқ. Білмейді. Мен сізден естіп отырмын мысалға. Халық білмейді, халықта информация жоқ.
біз өліп қатысып жатырмыз, дайындалып бизнес жоба жазып жатырмыз. Мысалға білетіндер, құрметті ханымдар, үнемі қазір интернет бүткіл әлем алақанда болған заман ғой. Қазір қолыңыздағы телефон бүткіл әлемге сізге доступ беретін заман. Былай қарап тұрсаңыз, неге қолданбасқа? Неге қолданбасқа? Қараңыздар, 10 миллион жаңағы меценаттың гранты бұл. Бұл шетелдің гранты. 5 бизнес ангелдің ұйымдастырып отырған меценаттың гранты. Қатысыңыздар, Аксель деп аталынады грант. Америкадан бөлінді. Доллармен бөлінді. 20 мың доллар қайтарымсыз. 20 мың доллардың 9 миллион бірдеңке, почти 10 миллион теңге қайтарымсыз. Жобаңыз 5 окет қатысады. IT саласы қатысады, ауыл шаруашылық, өндіріс, производство, услуга, яғни қандай да бір қызмет түрі және білім саласы. 85-ші окет төлмен қатысады. Білім саласы, қандай білім берсеңіз де, үлкен адамға білім беріңіз, кішкентай дошкольный, НТ-ға дайындаңыз, любой 85-ші окет толығыменен грантируется. Әсіресе басым көпшілігі гранттың басым секторы ауыл шаруашылығы менен IT саласына берілген. Ауыл шаруашылығы, қазір мысалы біздің ауыл шаруашылығы ақсап тұр ғой. Ауыл шаруашылыққа финансирование керек, 10 миллион теңге ұтып алса, анандай инновационный өзі несін шығаратын қора жасасын сиырларға. Негізі ауыл шаруашылығында мысалы 5 миллион теңгелік қайтарымсыз грант берілмейді дейді, сол дұрыс па? Неге беріледі? Ауыл шаруашылығына беріледі. Мысалы мал өсіруге. Мал алуға берілмейді. Давайте шатаспаймыз. Вот осындайда біз положениесі шығады, әділет заңда тұр. Біз оқымаймыз ғой оны. Біз до конца отырып, соны документті бүйтіп оқу деген жоқ бізде халықта. Шыдамсыз бәрі. Біреу айтып бере салса оған. Понимаете? Мал шаруашылығы неге берілмейді? Ауыл шаруашылығына беріледі, егін саласына беріледі. Мақта, киім, бірдеңе өндіріп жасайым десеңіз беріледі. Только мал сатып алуға берілмейді. Өйткені бір кездерде мал сатып алуға берілді ғой бұл грант. Елдің бәрі малдың бәрін сатып алды да өздері сойып жоқ қойды. Бизнес жасаған жоқ. Гранттың ақшасы игерілмей қалды. Сондықтан да мемлекет алдыда мал сатып алуға болады деген пунктті болмайды деп ауыстырып қойды. Болды. Басқа ештеңе өзгерген жоқ ол жерде. Самое главное, қараңыз, акцизделген өнімдер өндірмейсіз. Арақ, шарап, темекі өндірісіне берілмейді грант. Мемлекеттің өзі бермейді. Берілмейді. Мемлекеттен прям любой грант сондай. Барлық грант, даже мынау меценатовский грант да сондай. Любой грант акцизделген өнімдерге берілмейді. Жылжитын, жылжымайтын мүлік алуға берілмейді. Үй сатып алуға, кредитіңді жабуға, мәшіне алуға берілмейді. Жер телімдерін алуға берілмейді. Жылжымайтын мүлікке тоже берілмейді. Содан кейін мал, құс сатып алуға берілмейді. Потому что ода риск көп. Өліп қалады, қырылып қалады, сатып жібересің әйтеуір, білмеймін. Ақшаның ұшығы мен пұшығын шығарасың, шынын айтқанда. Сол берілмейді ол нәрсеге. Тағы бір салаға берілмейтін еді, есіме түссе айтам қазір. Вот осы. Енді қараңыздар, сусын категория деп көп жағдайда бізде әйелдерде мынандай нәрсе бар да. Мен көп балалы анамын. Мен инвалид бала тәрбиелеп отырғанмын. Менің жағдайым жоқ. Менің неме дейді, айыспы алып жатыр. Мен кедеймін деп отырады. Құрметті ханымдар, осындай бір жертва состояниедан шығайықшы. Сұраушы позициядан шығыңыз, беруші позицияға өтіңіз. Қай уақытта сіз бер деп былай сұрай бересіз, сізге келмейді ештеңе. Негізі, мысалы, былай да айтады ғой, мысалы, берілген жүргі ақының өзі жетпейді деп талап етіп жатады ғой әкімдерге. Әкімде мысалы біз сияқты адам ғой жұмыс істеп жатқан. Негізі ол кісі шешпейді оны. Мемлекет кәдімгі бір жүйе ғой бұл айланып жатқан. Мемлекеттің бізден сізден алған салықтан келген ақшаны өзімізге беріп жатыр ғой былайша айтқанда. Ойлайында негізі соның орнына мысалы жаңағыдай Айбара ханым айтып жатқан сияқты өзіңіздің идеяңыз кішігірім болсын, кәсібіңіз болса, осы грантты пайдалануға болады, иә негізі. Әрине. Мүмкіншілік көп. Ханымдар білесіздер ме, мен Айбара ханым болып аспаннан салбырап түсе салған жоқпын. Менің жағдайым сіздің көбіңіздің, мені қарап отырған көбіңіздің жағдайыңыздан да төмен болған. Білесіз бе? Мен кризисный центрде отқан бірінші грантымды. Кризисный центр дегеннің не екенін білесіздер ме сіздер? Жазып көріңіздерші Google-ға не екенін. Аналар үйі. Аналар үйінен де жаман жер ол. Аналар үйі бер жағы ғой, аналар үйі аты да жақсы ғой кішкене. Кризисный центр деген психологиялық күйзеліс, тяжелый жизненный ситуацияға түскен әйелдердің реабилитационный орталығы. Сенімен психологтар жұмыс жасайды. Түсінесіздер ме? 12 жыл байынан таяқ жеген әйелмін мен. Мен бизнес-вумен болып аспаннан салбырап түсе салған жоқпын. Түсінесіздер ме? Сондықтан давайте вот жаловаться етіп жылай бермейікші. Менің ең алғашқы 2 грантым кризисный центрде отқан мен. Просто самообразование, просто арман. Ютубтан тегін сабақтарды көріп, Ютубтағы қазір не көп, қол жетімді ғой, бәрі андай сатып алуға, курс сатып алуға жүгіреді. Сатып алма курс,
бірінші ана ютубтан оқы, тыңда, Брайан Трейси тыңда, өзіңді дамыт, өзіңді шығар, ана төменгі вибрациядан өзіңді жоғары шығар, саморазвитиемен айналыс, өзіңмен реально айналыс. Абай атаның өзі айтқан, біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өзіңмен алыс өлгенше деген. Көрге кіргенше алысу керек, адам өзімен алысу керек. Нең бар, әлемнің бәрін өзгерте алмайсың, өзіңді өзгерт. Грантты ұтам деген мақсат, миссия қойдың ба? Я, может, бір ұтпассың, екі ұтпассың, ұтасың түбінде. Это как лотерея сияқты ғой. Құдай бұйырса ұтасың. Бірақ адамның өзінде әрекет болу керек, білім болу керек кішкене. Түсінесіз бе? Сіз де мысалға 1 жасар балаға 100 000 теңге ақша қолына бересіз бе? Әрине бермейсің. Әрине бермейсің. Сен потому что білесің, что 1 жастағы бала оның не екенін түсінбейді. Поверьте, грант та сондай. Гранттың комиссияның алдына барғанда сенің мышленияңа қарайды. Грант ешқашанда жазылған жобаға берілген емес. Грант адамға беріледі, кәсіпкерге беріледі, көздегі отқа беріледі, жасайым деген құлшынысқа беріледі. Және аузыңнан шыққан сөзіңді қағазбен дәлелдегенде, фактымен сөйлеген кезде, нақты сөйлеген кезде, комиссия мүшесі де, мына адам жасайды екен. Мынаған 5 миллион берсек, точно ішіп жеп тастамайды, мына 5 миллионды бұл барға 15 миллион жасайды екен ғой деген сенім пайда болады, понимаете? Надо правильно убеждать человека. Адамға сенімділікті ұялату керек. Это тоже искусство. Білесіздер ме? Бұл бәріміздің бойымыздағы бар нәрсе. Аллах бәрімізге таңертең байға да кедейге де 24 сағат берді. Әлде байларды күн қаттырақ қыздыра ма? Ондай жоқ қой. Күн бір уақытта көтеріліп жатыр, бір уақытта батып жатыр. Заман өзгерген жоқ, адамның ниеті өзгеріп кетті да. Ішкі ниетіңізді түзеп алыңыз, грантқа баратын болсаңыз. Мен солай деп айтам. Мен де қазір, сенесіз ба, былтыр мен 52 проектті сопровождение жасадым. Былтыр. 23 қой қазір, 22 жылы 52 проектіні сопровождение. Сенесіз ба, 47 тұтты. 47 проект грант тұтты. Менде прям пик болды. Менің үлкен мақтанатын нәрсем болды. Аллаға шүкір, міне бізде Алматы қаласында 3 ұтыс биыл. 3 адам грант тұтты бізде. Отқанға дейін көмектесесіз, өзіңіз бірге? Отқанға дейін менің дайындық керек шығар, өйткені мысалы комиссияға барады, оңай нәрсе емес қой. Әрине, білесіздер ме? Елдің бәрі осылай камераға сөйлеп шығып жүрген жоқ. Үйде отырған декреттегі ана мысалға торт пісіреді. Шын айтса, ол стористің өзін жөн түсіре алмайды. Мысалға сөйлей алмайды. Комиссияның алдына барған кезде көздері бақырайып, айтайын деп тұрған сөзін ұмытып, ана жерде сондай болып жатады. Мысалға Абай облысы қорғады, прозрачно болды. Абай облысы қорғады, прям прямой эфир қосылып тұрды, мен қарап отырдым. Абай облысынан кірген 3 шәкіртімнің 3-еуі де ұтпады менің. Потому что өздерінен болды, қорғай алмады. Жасап берген жобаны қорғай алмай шықты. Қалай адам өзіне жауапкершілік алу керек осы жерде? Қорғау өте маңызды. Қорғау почти 80% ғой грантты ұтылды. Осыдан негізі 3 жылдың алдында ма бір кісілерде болған, біздің көршілерімізде тоже. Жаңағыдай грантқа қатысамыз деп, ортадағы адамдарға жаңа ақшасын бердік. Негізі сондай болады ғой, бүкіл қазақтардың бәрінің басына өтті деп ойлаймын осы грантқа қатысатын. Осы жерден сізден сұрайыншы. Негізі біз барған кезде ол кісілердің өзі де негізі білмейді екен грантты. Не екенін. Бізбен бірге жасап жүр, бірақ ақшаларымды алып беремін деп жүрді. Соған негізі мүмкін енді біздің де біліміміз төмен болғандікі ма? Сеніп бердік ақшасын. Ол кісіде жоқ, грантта жоқ. Сонымен грантыңды қой деп тоқтаған жайымыз бар сонымен. Негізі айланып келгенде мынау ғой, достар, бұл жерде жаңағы қасапшы сойтын дейді ғой, әр нәрсені білетін адамнан сұрау керек екен, бәрібірде. Пәленбай шығынға батпай, сенімсіз адамға бармай, мысалы, мен сол үшін де Айбара ханымды талайдан бері қарап жүрмін, сенімді болғандықтан шақырып отырмын. Білетін адамнан негізі бір жолата шығынғадан ұрамай, шығынға шықпай, анаған жалынбай, білген адам өшпейді дейді ғой. Білген адамнан ғана сұрау керек деп ойлаймын. Негізі жаңағы сөзіңіздің жаны бар, әр адамның өз маманы болу керек. Мен мысалға ешқашанда кредит саласына жоламаймын, потому что мен оның маман емеспін. Менен сұрайды, жеңілдетілген несие, мен айтамын, жеңілдетілген несие туралы не көп, интернетте ақпарат көп, мен несие шығармаймын. Мен процентке жоламаймын, мен құндылығыма сәйкес емес, и мен білмеймін да ол нәрсені, шын айтамын. Мен білмейтін затымды білмеймін деп айтамын. Мен білмеймін. Қазір міне құрметті оқырмандар, қараңыздаршы, ханымдар, қазір тәуелсіздік ұрпақтары басталды. Қазірден бастап балаларыңызды бизнеске баулыңыздар. Это просто неотъемлемая часть вашей жизни болашақта. 14 жас пен 35 жас аралығында Қазақстанның жастарына тәуелсіздік ұрпақтары деген грант басталды. 3 миллион қайтарымсыз. Жасөспірімдерге. Ойлаңызшы, 14 жастан бастап.
Менің өзімнің ағамның қызы қатысып жатыр, жасы 16-да, гранола өндірісіменен. Айналайын, сабақта мектеп оқитын қыздар сол. Түстен кейін келіп гранола жасайды. Ана кашаға қазір ПП питание дегенге бәріміз отырдық, шынын айтқанда. Бүткіл қала отырды. Шыны далада отырып жатыр жаймен деп. Ауылдың жерлерде отырып жатыр. Ауыр тамақ жемейміз қазір өзі. Байқайсыз ба? Өте мықты нәрсе негізі, ойланып көріңіздер. 14 жастағы қызыңыз бар болатын болса, балаңыз бар болатын болса, қатыстырып көріңіз. Ешкім оның жон терісін сыпырып алып қалмайды, қатысып көрсін бала. Өзінің еті үйрене берсін. Нені айтады, 3 күннен кейін көргеде еті үйренеді деген сөз бар, Құдай өзі кешірсін. Бірақ еті үйренеді, баланы сондай нәрселерге конкурсқа итере берсеңіздер, 1 рез грант ұтады, 2 рез грант ұтады. 25 жасында миллионердің мамасы болып отырасыз сосын. Рахат емес па? Инвестиция деген сол дайын. Иә. Ал енді инвестиция деген қараңыздар, грант деген бұл өз алдына бөлек жақсы нәрсе. Бірақ адамдарменен дұрыс қарым-қатынас құрып, мен қаншама долларовый миллионерлермен шай ішетін дәрежеге жеттім, альхамдулилля. Қазіргі таңда. Білесіздер ме? Айбара ханымның бір кездегі басында бір пучок 5 баласымен мияш жүрген Айбарадан Айбара ханым болуының нәтижесі қалай болды деген нәрсе бар да осы жерде. Көп әйелдер қарап отыр қазір сондай. Ой, бұлардың ақшасы бар, сөйлей береді деп айтуы мүмкін да, өшіре салуы мүмкін. Вот сондай ханым болсаңыз, мен сізге айтамын, өшірмеңіз, до конца көріңіз. Өйткені осындай ханымды жасау керек. Сіз визуализация жасауыңыз керек. Біз әйелдер армандауымыз керек. Келесіздер ме? Мен сондай болам, мен пиджак киіп жүрем, мен осылай интервью берем. Мен осыдан 3 жыл бұрын маған осылай біреуге интервью бересің десе, жындысың ба деуші едім мен. 3 ұйықтасам түсіме кірмейтін нәрсе болған. Расында, білесіз ба? Адам self-made болу керек, өзін жасау керек адам. Менің тағдырым сондай, менің маңдайымның соры беселі деп жылап отырмай, қашанғы жай, мен АСП-ны, мен білесің, АСП-дан осознанно отказ берген әйелмін. Мен де алғам АСП-ны. АСП алам, документ жинаймын, АСП алам. Содан бір күні ше, осылай ютубта біреуден естіп қалам ғой. АСП деген не болды? Бүйтіп айтып жатыр екен да. Сен өзіңнің кедейлігіңді документально дәлелдегенің үшін саған төленетін ақша деген кезде. Миым атылып кетті ғой. Намыс деген бүйтіп. Ертесіне барып соңға мен АСП-дан отказ. Жауап бермеңдер маған. Мен алмаймын АСП. Саналы түрде өзіңіз бастап. Саналы түрде өзім отказ. Датта көз намыстан кеттім ше, саған. Кедейлік неңді өзің мойындаған, еще документально дәлелдеген деген ужас қой мысалға. Ойлаңызшы. Мен сол кезде кризис центрде тұрам еще. Білесіз ба? Бәрі адамға жігер керек, иә? Конечно. Сіз ішіңізде, сіздің байлығыңызда, сіздің дамуыңызда, сіздің успехіңізда бәрі сіздің ішіңізде. Сырттан сізге ешкім ештеңкені алып келіп бүйтіп жабыстырып бермейді, пластилин сияқты. Сіз өзіңізден жасауыңыз керек оны. Намыс бар ма? Ашулан. Ашуланып кетті, жаса. Бала туатын кезде, мен не үшін баланы айтам, біз бәріміз бала туған әйелміз, так что давайте бала туу оңай емес, адамға өмірге адам әкелу оңай емес. Ана шығайын деп жатқанда шығарамай жатқан кезде акушерка разозлись деп айғайлайды ғой. Ашуланып кетіп успешный болып кетші. Ашуланып кетіп байып кетші. Ашуланып кетіп өзіңнің ақша потогыңды ашшы. Ашуланып кетіп грантты ұтып кетші. Реально осы нәрсені мен тілеймін сіздерге. Жоқсын сіздерге осындай нәрсе. Альхамдулилля, қазіргі таңда мен өзімді миллионермін деп санаймын. Мен миллионермін, миллионер әйелмін. Енді бір 200 мың доллар жасасам, долларовый миллионерге жетеді екем. Жеткізе алмай жатырмын әлі. Компаниямды айландырып жатырмын әйтеуір. Шама келгенше. Білесіздер ме? Менде де кейде тамақ ішпейтін күн болады. Менде де автобуспен жүретін проезд болмай қалатын күн болады. Это нормально, понимаете? То есть біз өзімізді әбден осуждать етіп коробкаға тығып тастағанбыз ғой. Өздеріңізді шектемеңіздер. Қағаз стенамен өзіңізді қоршамаңыз. Білесіз ба, бізге қағаз стенаны қап-қарақ бояп қойған кезде бір дәу дуал сияқты көрініп тұрады, барып түртіп қалсаң жыртылып қалатынын сіз түсінуіңіз керек. Сіз жеңбейтін, сіз жеңе алмайтын, сіз ала алмайтын асу жоқ. Мен соны түсіндім. Шектеу сіздің миыңызда ғана. Ұтыңыз гранттың барлығын. Альхамдулилля, мен де қазір осы 10 миллион грантқа қатысып жатырмын. Мен де қатысып жатырмын, иншалла. Жоба жазылып жатыр қазір. Тестінен өлгенден кейін өттім. Менің оқырмандарым бар болатын болса, сторисімнан көреді. Біреуінен құлап, екіншісінен жылап, әйтеуір үшіншісіне өтіп сертификатын алған бірінші әйел мен болдым. Менің артымдағы бүткіл шәкіртім қазір өтіп жатыр сол тесттен. Тесттің өту оңай емес. Искусственный интеллектке байланған тест ауысып кете береді. Сұраға ауысып кете береді. Ол сізге Қазақстанның атамекенінің жаттап алып тапсыра салатын тест емес. Сондықтан кішкене миды өзгерту керек. Кәдімгідей мышлениемен жұмыс жасау керек. Реально логический сұрақтар. 4-ке 4-ті қоссаң 8 ба деген ондай сұрақ емес ол жерде.
бизнеске ақша не әкеледі деген сұрақтар. иә сондай. бай мышлениядан кедей мышленияға өту үшін не істеу керек сондай сұрақтар ойлаңызшы вроде бы қиял но тапсыра алмайсың анадан өте алмайсың Негізі қазақта айтылмаған сөз қалмаған ғой, жаңа сіздің айтқаныңыздан түйіп отырмын да, жаңа айтады ғой, қатын қайраттанса қара қазан қайнайды деп. дұрыс айтасыз дұрыс айтасыз Тура осылай мысалға, мен бір нәрсеге жетем десең жетесің. әйел адамның қолынан көп нәрсе келеді негізі Иә, шүкір. Иншалла. Дей тұрғанмен мынандай жайттар болады, мысалы грантты жарайды ұтты, мысалы 10 миллион 5 миллион теңге грантын ұтқанның өзінде толық сол 5 миллион теңгені қайтадан сол бизнеске салу керек па? Мысалға болады ғой енді адамдар, басқа жаққа жұмсап қалсам, ана жұмысымды істеп алсам деген сияқты. Сондай ол жерде жаңағыдай, ол жерде отчет тапсырады ғой, иә, сол менде айта кетсем деймін да осы жерде. жақсы Толық бизнеске былай ғой жұмсау өзі керек деген сияқты. басында армандайсың ана алма піссе екен потом аузыма түссе екен дейсің соны бір құдайдың бұйырғанымен аузыңа түсіп қалады сол алма ше кей жағдайда жаңағы ұтқан нәрсе болады да ұтқаннан кейін біз ана жыртық жамағымыз келеді андай искушение пайда болады да жаңа мен сіздерге айттым иә мотивация дедім грантты ұту басында мотивация болды ғой Иә. енді нәтижеге жету үшін бізге не керек дедім дисциплина керек дедім тәртіп керек бізге тәртіпке бағыну керек білесіздер ма ешқайда жібермей 2 ай уақыт берілді ма 2 айдың ішінде ақшаны өзінің жұмсалатын несіне по назначению ақшаны жұмсау керек алам деген оборудованияны алып фискальный чегіменен полностью отчетты дұрыс жабу керек түсінесіздер ма ешқайда искушенияға берілмеңіздер қажет емес сайтанның жүрмейтіні жоқ азғырады ғой шіркін ай сол кезде кішкене өзіңізді ұстаңыз бизнеске салыңыз білесіз ба сәл сабыр етсеңіз жалпы былай дейді тәуекел дейді тәуекелдің артынан сабыр ет дейді сәл сабыр етсеңіз сол 5 миллионды бар ғой 3-4 айда айландырып шығарып аласыз доходпен Негізі айтады ғой, асықсаң асықпа деп. Дұрыс айтады, дұрыс айтасыз мен всегда айтамын аясаң аяма деген нәрсе бар мен шәкірттерімді сөйтіп прям аямай оқытамын ше жәндерін шығарып нәтиже көрсетпейінше сертификат не заслужила бермеймін деп әбден прям қинап бірақ соңында рахмет айтады солар ше айбара ханым рахмет сізге сіздің арқаңызда қанша грант ұтып жатырмыз деп көп маған отзывтар келеді мысалы мен парақшама кіріп қарасаңыздар нәтиже өте көп менде альхамдулилля нәтиже өте көп шын айтамын ана Жаркентте кешке дейін сиыр сауудан қол тимейтін бір қызым грант ұтып кеткен менің соның рахметін көрсеңіз сіз бар ғой қазір құрттан Рафаэлло жасап сататын сондай нарығы бар өзінің әдемі бизнес бастап кетті иншалла Естіп көрмеген сала екен, жоқ естіп көрмеген емес біз өзгеше дегенім ғой. бұл саламенен уже Европаға шығып жатқан жайымыз бар білесіздер ма шектеу жай айтып отырмын мида деп менде Дана ханым оқып жатыр әлі грантқа қатысқан жоқ білесіздер ма бұйырмаған нәрсе ауыздан кетеді деген нәрсе бар Ақтөбеге дайындалдық Ақтөбеде грант болмай қалды биыл ақша бөлінбеді бюджеттен Ақтөбеге представляете 5 миллион бөлінбей қалды мә Айбара ханым не істеймін дейді не істейсің ештеңе істемейсің бизнес жоспарың бар инвестор тартамыз қазір сол қыздың граноласы СНГ-ға шығып жатыр ал шетелге шығып жатыр өйткені мен Өзбекстанға бір неге форумға барып келдім сол жерден Фарух деген мырзаменен коллаборация жасап ол кісінің витамин шығаратын зауыты бар Германияда ана граноланы немецкий витаминмен байытылған деп европейский стандартқа сай қылып енді Европаға шығарғалы жатырмыз білесіздер ма Құдай сіздер ойлайсыздар ма Құдай сіздерді алып сынайды деп Құдай беріп сынайды ғой бізді алып сынамайды ешқашанда ол біз ғой өзімізден егер де бір банкротқа ұшырасақ біліңіз ол сіздің қателігіңізден причем тут Аллах сені партнерің кидать етіп кетсе ол сенің қателігің договор жасамаған причем тут Аллах біз болсақ ой Аллаға жаба саламыз Аллах беріп сынайды екен ғой байлықты беріп сынайды денсаулықты беріп сұрайды қадірін білмеген өзіңнен көр түсінесіз ба осы нәрсені точно түсініп алу керек негізі осы кезде бір нәрсе айта кеткім келеді мысалы көп айтады ғой Алланың көзі түзу болсын деп Алла тағала бізді жаратып отыр мысалға ше мүмкін емес қой ол енді сол сіздіңкі нәрсе сіз өзіңіздің құнды екеніңізді түсініңізші бисмиллах білесіз ба осы дүниеге келдіңіз ба сізді ешкім байқұс болсын сондай бір не болсын мындай бейшара болсын деп жаратпайды біз Алланың нұрынан жаратылғанбыз біз уже победительміз біз түсінесіз ба біз уже уникальныймыз бүткіл даже сен аяғыңменен газонды басып кетсең газон саған дұға етеді екен қызметіңе жарағаныма бисмилля білесіз ба бүткіл әлемді бізге бағындырып қойды ғой біз жердің патшасымыз сіздер Құран оқисыздар ма оқымайсыздар ма өзі ішінде жазылған
мен құранға жақында келгем. 1-ақ жыл болды, 1 жылда болған жоқ болса, декабрьде 1 жыл болады. Менің мұсылмандықты қабылдап, исламға келгеніме 1-ақ жыл болады. А сіздер классно же, сіздер ана ата-анаңыздан туғаннан мұсылмандық бар да сіздерде. Құран оқып, не қылып деген нәрсені түсінесіздер. Сіздерге вообще жеңіл болу керек. Алхамдулилля. Сондықтан егер де біліміңіз жоқ па, білімің жоқ екенін мойында да, лучше сол білімді алуға тырыс. Құрметті достар, бүгінгі шығарылымның соңына келдік. Толық сұрақтарыңыздың бәріне жауап алдық деген ойдамын. Айбара ханымның нөмері керек болса астына қалдырамыз, Инстаграм керек болса астына қалдырамыз. Өздеріңіз хабарласыңыздар, біліңіздер, көріңіздер, бәрімізде қатысайық. Келіп тұрған мүмкіншілікті бәріміз пайдаланайық. Рахмет Айбара ханым, рахмет, сіз де мені шақырғаныңызға үлкен рахмет. Дәл осы каналды көріп отырған сіздің оқырмандарыңызға, сіздің себеп болғаныңызға, иә, бізді Аллахым себеп қылып тұр ғой сізді. Сондықтан сізден келген оқырмандардың барлығына тегін консультация беріледі. Дайрекке сіздің есіміңізді жазып, YouTube каналдан келдім деп жазсаңыздар, менің Instagram дайрегіне сіздерге тегін консультация беріледі. Рахмет. Сыйлығым. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше қош аман болыңыздар, сау болыңыздар. Осы видеоны достарыңызға таратыңыздар, таныстарыңызбен бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Сіздерді күтеміз.